Бүгін бір басқаннан атылмайтын, өте дәмді шығатын, жасалу жолы оп-оңай компот жабудың әдісімен бөлісетін боламын. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Достар, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, қазақ тіліндегі арналарға қолдау жасап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Біз бүгін ассорти компот жабатын боламыз. Мінекей крыжовник пен шиеден, және де малина, смородина, және де лимонды қосып ассорти компот жапқалы тұрмыз. Ең алдымен таңдап алған жеміс жидектерімізді жақсылап жуып, кішкене сәл құрғатып, мінекей дайындап аламыз. Банкаларымызды да алдын ала жақсылап жуып, шайып, жақсылап стерилдеп, мінекей дайындап аламыз. Банканы дұрыс стерилдеудің әртүрлі әдісін дәл осы видеодан көріп алсаңыздар болады. Ссылкасын қойып кеттім. Ал енді мінекей таңдап алған жеміс жидектерімізді бірдей мөлшерде бір кесені алып салатын боламыз. Яғни таңдап алған әр жемістің түрінен бір кеседен бірдей қылып салып шықтым. Және де әр банкаға жіңішкелеп туралған лимонның 2 долькасынан салып шықтым. Мінекей крыжовник пен шиеден бір кесе, және де смородинадан бір кесе, келесі бір кесе малинадан салатын боламыз. Лимонды қосу міндетті түрде емес, яғни лимонды қоспасаңыздар да болады, немесе лимонның орнына апельсинді қосып жіберсеңіздер де өте дәмді шығады. Алдын ала үлкендеу кастрөлге су құйып, суымызды қайнататын боламыз. Су қайнағанша дәл осылай банкаларымызға жеміс жидектерімізді салып, дайындап қоямыз. Суымыз сақылдап қайнағаннан кейін шөміштің көмегімен мінекей банкаларымызға құйып шығамыз. Ернегіне дейін толтырып құйып шығамыз. Және де осы қатты қайнап тұрған ыстық суды құйған кезде өте мұқият болу керек. Ең алдымен кішкене ғана құйып жіберіп, содан кейін барып ары қарай құйсаңыздар болады. Себебі кейде егер банкаңыз сәл салқындау, немесе жеміс жидектеріңіз салқындау болса, ыстық суды құйған кезде банка бірден бір шытынап, жаңағыдай жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар. Банкаға қайнаған суды құйғаннан кейін 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін мінекей кастрөлге қайтадан осындай крышканың көмегімен, немесе марлинің көмегімен ішіндегі суды қайтадан осылай кастрөлге құйып аламыз. Енді сироп дайындайтын боламыз. Дәл осылайша барлық қалған банкалардағы суды осы бір кастрөлге жиып құйып аламыз. Ал енді сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін 1 литр суға 400 грамм қантты салып қайнатамыз. Дәл осы уақытта крышкаларымызды да стерилдейтін боламыз. Ол үшін алдын ала жақсылап жуып, крышкаларымызды бір ыдысқа салып қайнатамыз. Және мінекей сиропымыз дайын болды. Енді әрбір банкаға ернегіне дейін толтырып құйып, жаңағы стерилденген крышкамен бірден бетін жауып отырамыз. Бір қарағанда жұмысы көп, бір қиындау әдіс сияқты болып көрінгенмен, бірақ бір үйреніп алсаңыздар өте ыңғайлы, жасалу жолы оп-оңай, және де атылмайтын компот жабудың әдісі болып табылады. Өзіме жапқан жеміс жидектердің түріне қарай осылай крышкалардың суретін де таңдап алғанды жақсы көремін. Сондықтан дәл осындай крышкалармен жабу да міндетті емес, қарапайым кәдімгі бір түсті хромдалған крышкамен жапсаңыздар да болады. Ал енді қазір мен полуавтоматпен жауып жатырмын. Мінекей до конца сағат тіліне дейін апарып, содан кейін кері қайтарамыз. Одан кейін банкамыздың дұрыс жабылған, жабылмағандығын тексеретін боламыз. Ол үшін банканы жатқызып, мінекей сәл төңкеріп, аунатсаңыздар бірден жаңағы дұрыс жабылған, жабылмаған байқайсыздар. Банка жабуға арналған кілттердің басқа түрін қолданған видеоларымның да ссылкасын осы жерге қалдыра кетейін, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Мінекей сағаттың тілімен до конца бұраймыз да кері қайтадан бұрап шығамыз. Кері қайтара бұраған кезде де аяғына дейін бұрап шығасыздар. Енді тағы да мінекей жатқызып алып, аунатып, осылай тексеріп шығамыз. Егер дұрыс жабылмаған болса, кәдімгі судың тамшыларын көретін боласыздар. Яғни аунатқан кезде немесе төңкерген кезде су кәдімгідей тамшылап ағатын болады. Мінекей компотымыз дайын. Қараңыздар, қандай өте әдемі шықты. Ең бастысы денсаулыққа пайдалы смородина, малина, крыжовник, шие және де лимон қосылған осындай ассорти компотымыз дайын. Әрмен қарай дайын болған компотымызды бір тәулікке төңкеретін боламыз. Ең алдымен тағы да бір төңкерердің алдында жатқызып, осылай дұрыс жабылған, жабылмағанын тексеріп аламыз. Мінекей төңкеріп қойдық, үстін жылы көрпешемен жабатын боламыз, және бір тәулікке осылай төңкерген күйінде
қоятын боламыз. 1-2 тәуліктей осылай жылы көрпешенің астында тұратын болады. Енді мінекей 1-2 тәулік өткеннен кейін осылай компотымызды алып қоймаларымызға апарып сақтай берсек болады. Достар, видео пайдалы болса, видео ұнаса, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеле кетуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Себебі дәл осы әдіспен бала күнімнен басып келе жатырмын. Бала күнімде көрші орыс әже үйреткен болатын, және де ешқашан атылып көрген емес, және компотымның дәмін татқан адамдардың барлығы деп тамсанып жатады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Сау саламат болыңыздар.